Достар, осы күнге дейін менің сабақтарымды қарап, каналыма тіркеліп, қолдау бергендеріңіз үшін рахмет. Енді бүгін қазақ тілінен 2 сынып, 2 бөлім 99 сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі зат есім. 64 жаттығу ертегіні тыңда. Түлкі, тасбақа және кене. Баяғыда түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болып келе жатады. Алдарында бір уыз тары жатыр екен. Үшеуі ойланып, мұны тұқым қылып жерге егіп көбейтейік, сонан кейін бөліп алайық деді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер деп жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, кене тарыны жиып, егіп, әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп, тары піскен соң, оны орып, жинап алады. Балалар, енді жаттығуға берілген тапсырмаға назар аударайық. Ертегі мазмұны бойынша сұрақтар құрастыр және оларға жауап бер. 3 жолдас не тауып алды? 3 жолдас тары тауып алды. Тауып алған тарыны не істеді? Тауып алған тарыны егіп, оны көбейтті, тұқым қылып егеді де көбейтеді. Жинаған өнімді қалай бөлісті деп ойлайсың? Ең басында үшеуі бір-бірімен дауласып, әділетті түрде бөлісе алмайды, бірақ кейін аяғында әділетті түрде бөлісіп алады. Түлкінің қылығы туралы не айтар едің? Түлкі бұл жерде өзінің айласын іске асырды, бірақ соңында сол айласы үшін өкінді. Келесі тапсырма. Қарамен жазылған сөздердің дара және күрделі зат есімдердің қайсысына жататынын анықта. Дара есімдер бізде жолдас, түлкі, кене, тұқым, тары. Күрделі зат есім тасбақа. 65 жаттығу. Жаңылтпашты көшіріп жаз. Көлшіктегі тас көлбақаны аласың ба? Тастақтағы тасбақаны аласың ба? Дара және күрделі зат есімдерді тап. Дара зат есім көлшік, тастақ. Күрделі зат есім көлбақа, тасбақа. 66 жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Жұмбақтың шешуі жомыртқа. Күрделі зат есімді тап. Күрделі зат есім аузы мұрны. Шығармашылық үзіліс. 67 жаттығу. Ребусты шешуіндегі сөз туралы энциклопедиядан біліп ал. Жеті және қар берілген аққудың соңғы 2 әрпін алып тастаймыз және шы қосымшасын жалғаймыз. Сонда бізде жеті қарақшы деген сөз шығады. Жеті қарақшы жұлдыз атауы. Пішіні шөмішке ұқсас. Үлкен аю шоқ жұлдызының ең жарық әрі анық көрінетін 7 жұлдызы. Ол республикамыздың барлық аумағынан айқын көрінеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.